Қазақстанда ЖКны бірнеше тәсілмен тіркеуге болады. Тіркелген жері бойынша салық органында ЖК ретінде қызметтің басталғаны туралы хабарлама беріңіз. Толтыру бланкісі сол жерде беріледі. Өтініш бір жұмыс күні ішінде қаралады. Содан кейін сізге ЖКны тіркеу туралы хабарлама беріледі. Электрондық лицензиялаудың мемлекеттік порталдарында және egov.kz де өтінім беріп, хабарламаны онлайн сервис арқылы ала аласыз. Рәсімге бір жұмыс күні кетеді. ЖКны тура үздік Каспий.kz мобильді қосымшасында тіркеу әлде қайда тез әрі оңай. Ол үшін мемлекеттік қызметтер ЖКны тіркеуден өтіп, телефоныңыздың экранындағы қарапайым әрекеттерді орындаңыз. Ешқандай құжатты жүктеудің қажеті жоқ. Тіркелгеніңіздің растауын 1 сағаттың ішінде хабарлама сервисіне келген ЖК ретінде қызметтің басталғаны туралы хабарлама атты құжат түрінде аласыз. Енді сіз өз ісіңізбен заңды түрде айналысып, бизнесіңізді кеңейте аласыз, басқа компаниялармен серіктестік қатынас орната аласыз.